Біріншіден, сіздермен сөздердің тізімімен бөліскім келеді. Тыңдаңыздар. Жаз, жоламау, жығу, үлкен жаралыс, жарату, жаратушы, жаралыс, адамзат, таным түсінік, қабыршақ, жарылу, жасақ, кептер, көкім, былғау. Қазір сөздерді орыс тілінің нұсқаларды тыңдаңыздар. Слеза, избегать, побороть, забарывать, большой взрыв, творить, творец, создатель, творение, человечество, понимание, корочка, чешуя, взрываться, отряд, голубь, крошка, труха, пачкать. Осы сөздердің тізімінен әдеттегідей шығармамды жазып сіздермен бөлісемін. Шығармамды жазып сіздермен бөліскім келеді. Тыңдаңыздар. Бірінші эпизод үлкен жарылыс. Адамзат жерде кеңінен тараған. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі заманда жерде 8 миллиард адам өмір сүреді. Ешкім адамзаттың жерде қалай пайда болғанын білмейді. Ғалымдар әртүрлі болжамдар кеңінен тараған. Кейбір болжамдар алғашқы адамның басқа планетардан келгенін тіпті жорамалдайды. Ғалымдар арасындағы ауызбіршілік таным түсінікке жетпейді. Тағы бір құпиясы бар. Ғалам қалай пайда болды? Ол үлкен жарылыс нәтижесінде пайда болған, немесе оны жаратушы жаратты. Егер ғалам жаратушының жаратылысы болса, онда жаратушының белгілеген негізгі заңдары болу керек. Бұл анық екен. Тағы бір ғаламдағы заңы бар. Ешкім өзінің тағдырын жоламайды. Екінші эпизод кептерлер. Бір күні мен саябаққа бардым. Барлық оқырдыштар былғалып тұрды. Саябақта көптеген көгершіндер болғандықтан отырғыштар былғалып кетіпті. Кептерлер оларды ластады. Алайда кептерлерге нандағы көкімдарды бердім. Басқа адамдарда әдеттегідей көгершіндерге саябақта көрікті беріп жүр. Үшінші эпизод отырар. Моңғол әскері отырар қаласы қоршады. Бір қамалдың қабырғасы жарылып кетті. Атқа мінген жасақ алға шабуылға ұмтылып шықты. Жаудың қамалын жаулап алып, моңғолдардың алдыңғы жасағы отырарға кірді. Төртінші эпизод бөлек сөйлемдер. Мен тамақ пісіріп жатырмын. Көзімнің жасын сүртіп, пияздың кесуді жалғастырдым. Балықтың қабыршағын пышақпен ашып қойдым. Күрес жарыста жекпе-жекке шығып, қарсыласты жықтым. Келесі жаттығуда
Мәтінді орыс тіліне оқимын. Синхрон аудармасының жасауды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Эпизод 1. Большой взрыв. Человечество широко расселилось на Земле. По словам ученых, в современную эпоху на Земле живет 8 миллиардов человек. Никто не знает, как человечество появилось на Земле. В науке широко распространены различные гипотезы. Некоторые предположения даже допускают, что первый человек прибыл с других планет. Среди ученых нет единодушия и общего понимания. Есть еще одна тайна. Как возникла Вселенная? Она возникла в результате Большого взрыва или ее создал Творец? Если Вселенная есть творение Творца, то в ней должны быть основные законы, установленные Творцом. Это очевидно. Есть еще один вселенский закон. Никто не может избежать своей судьбы. Эпизод 2. Голуби. Однажды я пошел в парк. Все скамейки были испачканы. Поскольку в парке было много голубей, скамейки оказались испачканы. Их запачкали голуби. Однако я дал голубям хлебные крошки. Другие люди тоже, как обычно, в парке кормят голубей. Эпизод 3. Утырар. Армия монголов осадила город Отурар. Одна стена крепости была взорвана. Оседлав коней, отряд устремился вперед в атаку. Захватив вражескую крепость, передовой отряд монголов вошел в Отурар. Эпизод 4. Отдельные предложения. Готовлю еду. Вытерев слезы с глаз, я продолжил резать лук. Почистил чешую рыбы ножом. На соревнованиях по борьбе, выйдя на поединок, я поборол соперника.